Қалай ойлайсыздар, бұл қандай қоғам? Әлемде, мектептерде тамсандыратын қоғамдар, ұйымдар өте көп. Сәл ойланып шіркін, мынандай ізденімпаз қоғамдық ұйым бар мектепте білім алған оқушыда арман бар ма дейсіз ғой? Солай шығар. Біздің жүрегімізден орын алған ғылыми қоғам. Ол 100 жылда бір туылатын тұлғалар шыққан, академиктер мен танымал сөз шеберлері шыққан елдегі Қарағанды облысы Шет ауданы орталығындағы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп-гимназияда орналасқан ізденімпаз ғылыми қоғамы. Мектептегі керемет ізденімпаздар жиналған, рухани жаңғырған, бірлігі жарасқан, мақсаты мен міндеті айқындалған, бағыты мен белгісі бар, өзінің ұраны бар, құқығы мен жұмысын ажырата білетін, дарындылар додасындағы жеңімпаздар шығып жүрген, 15 жылдық тарихы бар талай алтын белгі, грант иегерлері шыққан, өз ойын дәлелдей алатын білімділердің қоғамы. Кітап артқан есекте емес, адалдық пен махаббатты жүрегіне түйген шәкірттер тәрбиелейтін оқушылардың ғылыми қоғамы. Аталмыш қоғамға жетекшілік жасау бақты маған да бұйырған екен. Мақсатым жай оқушы тәрбиелеу емес, білімді жүрекпен тоқып, ізденетін білім алушыларды тәрбиелеу. Ұлы ойшылдарымыз елге қызмет ету мінезден дейді. Ендеше интеллектуалды монстрларды емес, жүректегі білімді шыңдайтын жаңашыл білімпаздардан құрылған қоғам. Кешегі арыстардың мақсатын жалғайтын орта. Білімді ұшар баққа тақ қылып отырған заманда неге қапы қаламыз? Дамыған елдердің канализациясын емес, цивилизациясын алатын қоғамға пайдасы бар орта. Осы ғылыми қоғам құрылғаннан бері білім алушылардың арасында зерттеу іс-әрекетіне қызығушылықтар артқаны байқалады. Бұған деген оқушылардың ғылыми қоғам әсер етті. Олар бәсекеге қабілетті, функционалды сауатты. Кеше ғана ең алғаш ғылыми жоба қорғауды осы ұйымнан бастаса, бүгін олар үлкен республикалық, халықаралық байқаулардың жеңімпаздары. Ең бастысы, тіл білімінің негізін салушы Ахметтей ұлы тұлға бабаларының аманат еткен тілін, ділін, тарихын дәріптейтін, таза сөйлейтін, заманауи технологиямен озуды емес, ұлттық құндылықпен, ақыл мен парасатпен озатын ғылыми қоғам. Мен өз жүрегімдегі оқушылар ғылыми қоғамын абайды оқуға, ғылымды игеруге бағыттап жүрген жетекшімін. Болмасаңда ұқсатпа, бір ғалымды көрсеңіз, сізге ғылым күн берер, жанбай жатып сөнсеңіз деп, Абай атамыз жырлағандай, әлі де талай шыңдарды бағындыратын ізденімпаз тұлғалар шығатынына сенімді.